медовик пісірудің ең жылдам жолымен бөлісемін. Ешқандай оқтаудың қажет жоқ, қамыры ауызда ериді, ал кремі ерекше нәзік, бар болған 15-ақ минут. Алдымен қазандыққа бал мен қантымызды салып, үстіне сары майды салып отқа қоямыз. Еріп көпіршіп бастағанда түсі ашық қоңыр болғанша үздіксіз араластырамыз. Оттан алып суытамыз. Жұмыртқамызды шағып, суыған массамызды құйып араластырып аламыз. Ұнымызды салып, қою біркелкі қамыр дайындаймыз. Пергамент қағазға 2-3 қасық қамырды салып, дөңгелек етіп жайып 180 градуста пісіріп аламыз. Крем дайындау үшін мұздай сіливкемізді ыдысқа құйып, миксермен төменгі жылдамдықтан бастап көпіршітеміз. Сәл қоюлана бастағанда сгущенкамызды біртіндеп құйып, крем тұрақты күйге жеткенше миксерлеп аламыз. Әр қабатқа кремді аямай жағып, тортты жинаймыз. Шетінен шыққан қалдықты үгітіп, жан-жағына себеміз. Рецепт ұнаса жоғалтып алмас үшін дәл қазір сақтап алыңыз. Менің парақшамда осындай өте оңай әрі ерекше рецептер көп. Тіркелуді ұмытпаңыз.